Бүгін Елордаға келіп, бүгінгі кешімізге қатысып отырған ат үстіндегі жұбайлар қуат пен жайна ортамызда отыр. Ендеше қадірлі ағайын, ерекше құрмет қошеметпен сахна төріне шақырайық. Қошеметтеріңіз болсын. Елге деген құрмет, елге деген сағыныш, 3000 шақырым жерді атпенен жүріп өтіп, Елордамызға арнайы келіп отырған ат үстіндегі жұбайлар, қош келдіңіздер. Қадірлі ағайын, осы қонақтарымызға кеш иесінің және бүгінгі кешке демеуші болып отырған Нұрарқа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Нұрдәулет Нұбаракұлы ордаға шақырайық. Сый-сияпаты бар екен кеш қонақтарына. Айшылық жолды атпен басқан дей ма? Шынын айтқанда, әрине бұл ежелгі бабаларымыздың ұлы жібек жолы бар. Біздің бір белдеу бір жолымыз бар, осын жаңғыртып, екі елдегі достықты насихаттап жүрген балалар ғой. Бірақ адам жақсы нәрсені өзіне қарай тәуелдеп тұрады. Шынын айтқанда, осы 74 күн атпен мен үшін жүргендей болып отыр да осы жұбайлар. Сондықтан сіздерге қанаттарыңыз талмасын, қашанда армандарыңыз орындала берсін деп, біз енді менің демеушім екенбіз сіздерге бір естелік ұсынайық деп отырмыз. Құдай қаласа келесі концертке де тағы осылай атпен келіңіздер. Рахмет сіздерге. Мәнеке қадірлі ағайын, Елордамызда тұяқ тоздырып, тоқым сулап, атпен келген кеш қонақтары. Азамат! Әбдіғани Бәзілханұлының жаңадан шыққан кітабы «Сиясы кетпеген 9 тарау еңбегі». Бірінші болып қолдарыңызға тиіп жатыр. Қошеметтеріңіз қадірлі ағайын. Өмір деген бір жар кеткен найзағай, өмір деген көк аспанның дүркірі. Өмір деген бір жар кеткен найзағай, өмір деген көк аспанның дүркірі. Ойдай жүр дегендей сен де біз, кетеміз ауай кетеміз кендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезектей, кетеміз кетіп үшін келгенбіз. Уақыт деп бұл аспанда қаламау, бәрімізден қаладау. Өмір дейтін қағазсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір деген ұлы бекер жолдағы. Кеуіп қаталмаған кезіңде, сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Кеуіп қаталмаған кезіңде, сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Ой, бәрекелді. Мына күнде мына аспанда даламау, бәрімізден қаладау. Өмір дейтін қағазсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Сар жайлабым менің, жайлабым менің, жан жайлабым менің, беу сарыарқай. Ақ қуаңсақ қонған ақ маңдай гүлдер, самалы саумалдай болған мақпалдай белдер. Бал бұлағы есілі бар